Міне оның мейірімділігі. Қайта, бір-біріңе мейірімді де жанашыр болыңдар. Мәсіхтің арқасында өздеріңді Құдай кешіргендей, сендер де өзара кешірімді болыңдар. Ефесіктерге арналған хат, 4-ші тарау, 32-ші аят. Иса қызметші ретінде белім болып, шылап шындалып, шәкірттерінің біріне тізе бүгіп отырды. Ол аяқ киімінің бауын шешіп, аяғын ақырын көтеріп, шылап шынға салып, оны сумен жуа бастады. Бірінен кейін бірі лас аяғымен серпіліп, кезекке төмен қарай тұрды. Иса жуып жатқан шәкірттерінің аяқтары болашақта қандай сапар шегетіндерін білетініне сенімді бола аласыз. Әрбір шәкіртінің аяқтарын жуу арқылы олардың кейбіреуін өзіне ертетін, Шимон Петрдің римдік сарбазына қылышын сермейтінін, біреудің Гетсиманияда тастап кететінін, ал бірі шәкірті тастап кетпейтінін және Яхуданың өзін ұстап беретінін алдын ала көрді. Міне, Исаның ізбасарларына беретін сыйы. Ол бұл кісілердің алдыңғы уақытта не істейтіндерін білдіреді. Және олар дәл солай әрекеттерін жасаған кезде, ол олардың алдында тізесін бүгіп, аяқтарын жуғанын естеріне сақтағанын қалайды. Шәкірттерінің аяқтары әлі де таза екенін ұғынғандарын қалайды. Күнәларына өкінбестен бұрын оларды кешіреді. Мейірімділікті іздемес бұрын оларға өзі алдын ала ұсынылады. Иса секілді.